Сәлеметсіздер ме? Здравствуйте. Бүгінгі сабақта біз сіздермен сөйлемнің айтылу мақсатына қарай түрлерін қарастыратын боламыз. Сегодня мы рассмотрим с вами виды предложений по их произношению. Сөйлемдердің түрлері, виды предложений. Негізгі 4 түрі бар. Есть основные 4 вида. Бірінші түрі хабарлы сөйлем, повествовательное предложение. Екінші түрі сұраулы сөйлем, вопросительное предложение. Үшінші түрі лепті сөйлем, восклицательное предложение. Және төртінші түрі бұйрықты сөйлем. И четвертый вид побудительное предложение. Енді әрқайсысына жеке-жеке тоқталсақ. Сонымен бірінші түрі хабарлы сөйлем. Итак, первый вид повествовательное предложение. Мысалы, например, бүгін күн жылы, сегодня тепло. Екінші түрі сұраулы сөйлем. Второй вид вопросительное предложение. Ол өз алдына 3 түрге бөлінеді. Оно делится на 3 подвида. Бірінші түрі сұраулы есімдіктер көмегімен. Первый вид с помощью вопросительных местоимений. Мысалы, например, сенің үйің қай көшеде? Твой дом на какой улице? Екінші түрі сұраулы қосымшалар көмегімен. Второй вид с помощью вопросительных частиц. Маме, бабе, папе. Мысалы, например, сен киноға бардың ба? Ты ходил в кино? Және де үшінші түрі дауыс ырғақ арқылы. И третий вид с помощью интонации. Мысалы, например, енді арманың жоқ шығар. Наверное, тебе больше не о чем мечтать. Үшінші түрі, третий вид, лепті сөйлем, восклицательное предложение. Мысалы, например, ауа қандай тамаша, какой замечательный воздух. Және де соңғы төртінші түрі бұйрықты сөйлем. И последний четвертый вид побудительное предложение. Мысалы, например, сен бүгін осында кел. Сегодня приди сюда. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. На этом наш урок завершен. Благодарю за внимание.